Баршаңызға қайырлы күн көрермендерім, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай жұп-жұмсақ тандыр нанның рецептісімен бөлісемін. Бірақ тандырда емес, үй жағдайында пісіретін боласыздар. Сізде бір жасағаннан шығады, сол себепті соңына дейін қараңыз. Бірінші жылы сүт, су, сары май, тұз, қант, құрғақ ашытқаны салып, жақсылап араластырып, 15 минутқа бетін жауып қалдырыңыз. Ашып, құрғақ ашытқымыз көтерілгеннен кейін ұнды салып, жұп-жұмсақ етіп тесто елеңіз. Өте жұмсақ болмау керек және өте қатты болмау керек. Міне осымен дайын, және бұны 1-1,5 сағатқа бетін жауып көтерілгенін күтеміз. Міне тестамыз көтерілді. Шамалы қолыңызды майлаңыз да тестаны түсіріп алыңыз табақтан. Және де бірнеше бірдей бөліктерге бөліңіз. Менде 6-7 дана шықты. Үлкен қылтып 2-3 жасасаңыз да болады, немесе осылай бөліп ұсақ етіп жасасаңыздар болады. Кәм дастарханға бір отырғанда желініп қалады. Сол себепті міндетті түрде жасаңыздар, және де каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бөлген наныңыздың бетін жауып 15 минутқа қалдырыңыз. Оған дейін табаға май жағып, көтерілген нандарды арасын алысырақ етіп орналастырыңыз. Және қолмен тек ортасын ғана басып, вилкамен форма берсеңіз болады, немесе осылай қолмен басып қоюға да болады. Мен вилкамен де қолмен де жасадым. Жұмыртқаның сарысын жағып, бетіне кунжут немесе мак сеуіп, духовкаға жіберіңіз. 180-170 градуста 25-30 минут қарап тұрып, қызарғанша пісіріп алыңыз. Осымен дайын, өте керемет жұмсақ болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, жанындағы қоңыраушаны баса кетіңіз. Ас болсын!